Kayılı gün kımbatlı telekörermende efirde izgilip mekeni habardın жүргүзүүчүсү men Erbek Bakiyev. Bugün bizde konakta Jaz Talant 2020-yılı destörlü en bayqauынан baş жүлдені жеңіп алған, 2021-yılı Халықаралық Жұлдызай байқауының birinci орын иегері, Үміт мектеп-интернатының 6-шы сынып оқушысы, талантты әнші Айбын Жұмабеков қонақта. Айбын, бүгінгі бағдарламамызға қош келдің, көңіл күйің қалай? Ассалаумағалейкум. Менің көңіл күйім жақсы. Мінекей өзіңді тамаша талант иесі деп таныстырып жатырмыз. Осы әншілікке қалай келдің? Кім баулыды? Мен есімді білгелі бері әнді жақсы көретін болдым. Қандай әндерді жақсы көресің? Басында Төреғали Төрәлінің әндерін тыңдаған болатынмын. Ал қазір сүйікті әншім Қуандық Рахым. Және де орысша әндерді де орындай аламын. Өзіңе білім беретін ұстаздарың, апайларың жайында айтып өтсең, кімдерден сабақ аласың? Маған әннен Шілдеханова Тамара деген апай береді. Мектептегі достарың жайында айтып өтсең, кімдермен доссың, достарыңды атап өтсең де болады? Иә, менің достарым көп. Кімдер Мысалға, менімен бірге оқитын сыныптастарымның есімдері Оралхан, Әсимай, Диана, және де Юнус. Ендеше өзіңнен қонақ кәдесі байық, қандай күй орындайсың? Ән де орындаймын, күй де орындаймын. Бірінші күйден бастасам, келіншек күйінен бастағым келіп отыр. Ал орындаймын, бірге тыңдайық. Мінекей өнерің өрге жүзсін, әрдайым осындай күй өнерін дамытып, асқақтата беруіңе тілектеспіз. Осы орайда достарыңа, ұстаздарыңа айтар тілектерің, лебізің, пікірің болса? Мен достарыма аман болыңдар деп тілеймін. Және де ұстаздарыма аман жүрсін, және де өздерінің бізге осылайнан сабақ бергендеріне, ұстаздарымыздың бізге сабақ бергендеріне рахметімді айтатын болам. Және жоғарыда өзіңді әнші деп таныстырып жатырсыз. Мінекей көптеген жетістіктеріңді көріп отырмыз. Тағы да ән сұрайық өзіңнен. Қандай ән орындаймыз? Қазір сіздерге мынау домбырамен айтатын халық әнім Молдабайдың әні деген әнді орындап берейін.
өмір берген Молдабай. Малға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай, сөйлер сөзге келгендей орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйле тілің жалықпау, жатыр жақсы қалыпта, білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің көрмеген сөзің айтар қалыпқа. Айтарыңдан анықта, ақылсай шалықта, жақсы менен жаман тауқау, сармашар қызыл тіл көбісінде қалықта. Молдабайдың ән едің, осылай қылып ән салсақ, домбырамның сән едің. Алтын қалпақ жезделбек, хандар киген көзіне, кімдер әуез болмаған Молдабайдың сөзіне. Ақ жүрейлі болмаса үйдің сәні келмейді, шымыраулы болмаса шейдің сәні келмейді. Егескен жауың мұқалпай, ердің сәні келмейді. Қара жерден қар кетпей, көкірек шалғын жөр кетпей, жердің сәні келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәні келмейді. Қыз бұлбұлы тиылмай, ердің сәні келмейді. Аққу ұшып қазғанбай, көлдің сәні келмейді. Молдабайдың ән едің, осылай қылып ән салсақ, домбырамның сән едің. Жақсы екен, өте қуаныштымын. Осындай әдемі даусыңмен көптеген көрермендерді қуантып, көптеген көрермендерге әдемі әніңді тартып өтіп жүре бер. Алдағы армандарың, жоспарларың қандай? Өзім болашақта өскенде әнші болсам, өзімнің ата-анамды, отбасымды қуантқым келеді. Уақыт бөліп келгеніңе саған үлкен алғыс айтамын. Шығармашылық табыс, деніңе саулық тілеймін. Ең бастысы өз өнеріңмен бүкіл әлемді тамсандырып, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде көптеген жетістіктерге жете бер айбын. Шаршама, талма, биіктерге самға дегім келеді. Қымбатты телекөрермендер, эфирде ізгілік мекені хабары болатын. Бүгін бізде қонақта болған жас талантты әнші, өздеріңіз көргендей көптеген байқаулардың жеңімпазы, болашағынан үлкен үміт күттіретін 6-шы сынып оқушысы, Үміт мектеп-интернатының шәкірті Айбын Жұмабеков болатын. Айбынға әрдайым жетістік, қуаныш, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Ал қымбатты көрермендер, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі ізгілік мекенінде кездескенше аман сау болыңыздар.